сәлеметсің бе балақай? Дүниетану сабағына қош келдің. Сабағымыздың бүгінгі тақырыбы менің құқығым және міндетім. Бүгін сабақта сенің қандай міндеттеріңнің барын, жауапкершіліктеріңнің қандай болатынын білетін боласың. Өткен сабақта балаларымыз адам еңбегі туралы әңгімеледік. Адал еңбек алғыр ой, анық тосын біліп қой демекші. Балалар, әрбір адал еңбектің наны тәтті демекші, біз әр адам өз ісіне жауапты болу керек. Мысалға айтатын болсақ, адалдыққа біз нені жатқызуға болады? Адалдыққа біз достықты жатқызуға болады. Адал достық дегеніміз өтірік айтпайтын, шындықты жақтайтын, досын ешқашан ұятқа қалдырмайтын адамды біз адал дос деп айтамыз. Жақсы, келесі тапсырма балалар, суретке қарап, қандай құқықтарың бар екенін анықтаңдар. Құқық дегеніміз не? Құқық дегеніміз мемлекет тарапынан қорғалатын ереже. Ал енді тапсырма, осы суреттерге қарап, қандай құқықтарың бар екенін анықтаңдар. Жақсы балалар, олай болса жауабымызды тексерейік. Құқық дегеніміз балалар, ол бақытты отбасында өмір сүру, өз ойын еркін айту, тегін медициналық көмек алу, демалуға, тегін білім алуға балалар, сендердің құқықтарың бар. Жақсы, олай болса келесі суреттегі сөздерді бір сөзбен қалай атауға болады? Ойланып көріңдер. Жақсы, олай болса ойланып болсақ, жауабымызды тексерейік. Жақсы, бұл сенің міндетің балалар. Міндет дегеніміз не? Міндет дегеніміз орындалуы тиіс әрекеттер. Сенің қандай міндетің бар? Яғни біздің міндетіміз ата-анамызға көмектесу үй шаруасында, мәдениетті болуға, табиғатты аялауға, үй тапсырмасын орындау, үлкенді сыйлау, қоғамда орындағы тәртіптерді сақтау балаларға. Бұл біздің міндетіміз. Жақсы балалар, ендеше келесі тапсырмаға назар аударайық. Әр баланың бойында қандай міндеті болу керек деп ойлайсыңдар? Суреттерге назар аударайық. Суреттерді салыстырыңдар. Жақсы, жарайсыңдар. Әр адамның бойында жауапкершілік қасиеті болу керек. Жақсы балалар, олай болса, оқушыға кеңес. Таңертең уақытында тұр. Сабақтан себепсіз қалма. Тәртіп бұзба. Өз заттарыңа бөлмеңе ұқыпты бол. Қоғамдық орындарда тәртіпті, мәдениетті бол. Салауатты өмір салтын ұстан. Егер біреуге көмегің қажет болса, ойланбастан көмектес. Қай жерде болсаң да жалғыз емессің екеніңді біл. Айналадағы адамдардың дәл сендей құқығы бар. Сондықтан ешкімді кемсітпе, әлім жетіп көрсетпе. Жақсы, бұл кеңестерді орындау әркімнің міндеті. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытайық. Бүгін біз сендермен құқық, міндет, жауапкершілік туралы әңгімелестік. Және